қалай сантехника дүкеніне автомат түрде сұрақтарға жауап беріп отыратын жасанды интеллект чат-ботын жасауға болады, және сол арқылы ақша табуға болады. Қазір барлығын толық түсіндірем. Қараңыз, маған осындай сұрақ келді. Бізде сантехника сататын дүкен бар. Соны мейлінше автоматтандыра аламын ба? Өзім IT мамандығын бітіргенмін. Сондықтан боттарды өзім құрастырып үйренгім келеді дейді. Иә, жасауға болады. Қазір мен сізге нақты көрсетем қадам-қадаммен бастан бастап соңына дейін қалай осыны жасауға болатынын. Ең бірінші мына n10.io деген сайт бар. Соған кіріп тіркелесіздер. Тіркелу оңай, просто емейлді жазасың. Сол кезде сізге 14 күнге тегін пробный период береді. 14 күн деген бір шама достар, өте жақсы мүмкіндік. Даже картында, банк картасында енгізіп керек емес, просто емейл енгізесің, бұл жасап кетеді. Сол кезде осындай сізде сайт ашылады, личный кабинет шығады. Сол жерде мына оң жақта жоғарыда Create Workflow деген кнопка шығады. Бұл сайт толық ағылшынша, орысшасы жоқ, бірақ орысша болсын десеңіз, түсініксіз болса, мына Google Chrome'да, любой браузерда 3 точкаға басасыз, сосын мына жерде Translate деген бар, перевести деп тұрады сізде орысша. Мен просто ағылшынша қолданғандықтан маған Translate деп тұр. Сосын мына сізде тілдер шығады. Мына жерде менде английский, русский таңдасаңыз, мына сайттағы бүкіл жазулар орысша болып кетеді. Көрдіңіз, создать рабочий процесс болып кетті уже. Сондықтан и еще мында басқа да тілдер қосуға болады, қазақша да қосуға болады. Бірақ мен ағылшынша қолданған жақсы көремін, сондықтан ағылшыншаға ауыстырамын. Сізге түсіндіріп отырамын әр кнопканы, так что уайымдамаңыз. Сонымен Create Workflow-ды басамыз да, жаңа біздің рабочий процесс. Біз ботты осылай жасаймыз. Workflow арқылы жасаймыз. И ең бірінші шаг, бұл ботты не іске қосады? Біз ойлануымыз керек. Біз сантехника дүкені болғандықтан, дүкенге жазатын любой клиентті, клиент деп айту дұрыс емес, лид деп атайды негізі. Клиент пен лидтің айырмашылығындай. Клиент деген ол уже сенің тауарыңды сатып алған адам. Ал лид деген ол сіздің тауарыңызды потенциально сатып алғысы келіп жатқан адам. Сондықтан біз дұрысын айтуымыз керек, лид деп айтуымыз керек. Осындай боттарды жасап, бизнестарға, дүкен сияқтыларға сіз ақша таба аласыз. Сол үшін мына видеоның инструкциясын сізге айтып жатырмын. Қараңыздар, мына жерге плюске басамызда, бұл жерден ботты не іске қосады? Лид хат жазғанда іске қосылу керек та. Сондықтан біз message деп жазамыз. Так, message біз on chat message деген басамыз. Мұнда message деп жазсаң, поисттан шықпай тұр. Көрдіңіз, бірақ ол шығу керек. Мұнда значит ошибка болып тұр да сайтта. Мұнда on chat message деген таңдайсыз. Бұл деген тек қана тестированияға арналған триггер. Сосын айтам, жалғастыра берейін. Осын басасыз, содан кейін плюске басасыз да, мына жерден AI agent деп таңдайсыз. Искусственный интеллекттің агенті, да, былайша айтқанда. Соны таңдайсыздар. Содан кейін оған біз деген модель беруіміз керек. Яғни ол жасанды интеллект бір модельмен жұмыс жасайды. Мысалы ChatGPT бар ғой, ол деген бір модель. Басқа Gemini деген бар, Google-дікі, Қытайдың DeepSeek деген бар. То есть соны мына модель деген жерге плюс басып қосасыз. Көрдіңіз, мында көп деген модельдер бар. OpenAI бар, Google, Gemini, мына DeepSeek бәрі бар. Azure деген бар да, Microsoft-дікі. Біз деген OpenAI чат модуль деген таңдаймыз. Соның ішіне мында мини-ді қалдырып қоймаңыз по умолчанию. 4O деп таңдаңыз. Себебі мини ол кішкене тупойлау. Сіз бағандай разочароваться етіп қалуыңыз мүмкін да, короче, дұрыс білмейді ғой деп. Сол үшін 4O деген таңдаңыз. Таңдап болғасын, сіз памятті міндетті түрде беруіңіз керек, себебі жасанды интеллект адаммен сөйлескенде есіне сақтамай қалады. Память бермесең, оған дейін не туралы сөйлескен. Сондықтан памятті қосуыңыз керек, memory плюс басасыз. И мына жерден simple memory деген таңдаңыз. Бұл көп жағдайда жеткілікті осы. Мында 99 деп жазыңыз, по умолчанию 5 деп тұрды. 5 деген тек қана соңғы 5 сообщениені есіне сақтайды деген сөз да. Бізге көбірек керек, мен 99 деп қоям, жетеді сол. Все, болды, почти дайын. Біз деген істейміз, енді open chat деп басамыз. Бұл жерде мындай чат басталады. То есть біз как будто бы лид біз адамға дүкенге жазыватырмыз сантехника.
қазір біз бірдеңе жазсақ, ол бізге дұрыс жауап бермейді. Қазір қараңыз, қазақ тілінде жазамыз, сәлем дейміз. Сол кезде мінекей бот қосылды, көрдіңіз ба? Қалай көмектесе аламын? Чат-бот жасап тұр, бірақ ол сантехника туралы ештеңе білмейді. Сіздің дүкенде қандай трубалар деп сұрасам, мен физикалық дүкен емеспін және заттарды сатумен айналыспаймын дейді. То есть ол просто агент пока. Енді біз не істеуіміз керек? Оған инструкция беруіміз керек. Сен деген осындай дүкеннің менеджерісің, сенде осындай тауарлар бар деп айтуымыз керек. Сол кезде ол жауап бере алатын болады. Ол үшін тағы да көрсетейін, агентке басамыз, add option system message деген таңдайсыз. Сосын мына жерге инструкция жазасыз. Ең бірінші expression деп басамыз, үлкенірек болу үшін. И мына жерге басамыз. Ол кезде үлкен экран шығады. Үлкен экранды мен сәл үлкейтейін сізге жақсырақ көріну үшін. Сосын мында жазамыз. Қазақша жаза береміз кәдімгі, ешқандай қиын жоқ. Сен сантехника сататын дүкеннің менеджерісің. Сенің міндетің сұрақ қойған лидтерге жауап, сыпайы жауап беру. Сенің мақсатың, сенің түпкі мақсатың оларға сапалы жауап беріп, түбінде сатылымға алып келу. То есть дүкен мақсаты не? Тауарды сату лидқа. Сол кезде ол дүкен ақша табады, ол дамиды. Сондықтан біз не істеуіміз керек? Бизнесқа ақша табуға көмектесуіміз керек. Сондықтан біз жасанды интеллект агентімізді жасағанда оған дұрыс мақсат қоюымыз керек та. Сен себебі клиентіңе ақша алып келсең, агентің арқылы ол клиентің риза болады. Сондықтан осылай дұрыстап жазамыз. И мына жерде просто для қызық болу үшін мында сантехника әртүрлі тауарлардың аттарын жазып кетейік. Бізде дүкенде осындай тауарлар сатылады. Мысалы жазаймыз, труба 20 миллиметр, да? Сосын отвод, да, отвод размер жоқ, хотя размер бар, тоже 20 миллиметр. Содан кейін тағы не болуы мүмкін? Метр дейді просто. Метр, просто метр, да? Өлшейтін құрал. В общем, былай жаза береміз, бүкіл тауарларды дұрыстап жазуға болады, подробностьтарымен. Мінекей қысқаша жаздық. Дүкеннің атын жазып кетейік. ИП, мысалы кісінің аты кім? Ғани, да? ИП Ғани. Ғани. Просто Ғани дей салайық. Все, болды, біз инструкция бердік жасанды интеллектке. Енді оны сохранить дейміз да, қайтып қосамыз. Тағы да дәл сол сұрақ сұрайым. Сен дүкенде қандай трубалар бар? Ол уже біледі. Мен білмеймін деген жоқ, уже біледі. Біздің дүкенде 20 мм диаметрлі трубалар сатылымда бар. Көмек қажет болса, немесе қосымша сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыз. Көрдіңіз, уже жасап тұр. Енді давайте басқа трубаларды қосайық тоже. Тек қана 20 мм емес. Труба 15 мм. Ондай бар ма, жоқ қой, білмеймін, бірақ көрейік. Тағы да сұраймыз. Сенде қандай трубалар бар? Біздің дүкенде 20 мм және 15 мм диаметрлі трубалар бар. Көмек қажет болса, сұрақтарыңызды қоюға болады. Кейбір адамдар сұрайды, қате жазсам, ол түсінбей қала ма деп. Жоқ, түсінеді, қараңыздар. Орысша жазасың ғой, андай, қазақша емес. Кейбір адамдар сөйтіп жазады, оған да жауап береді.
Сиздин дүкенде труба бар ма? Даже толық сөйлем жазбасам да түсінеді. Жіберем. Иә, біздің дүкенде трубалар бар, мінекей. Даже мынандай латынша жазады, қазақша, оны да түсінеді. Сіздің дүкенде труба бар ма? Мынаны да түсінеді. Иә, біздің дүкенде труба бар. Көрдіңіз ба? До того ақылды адам сияқты. Полностью менеджерді жабалады. Кез келген дүкенде, дүкен болсын, басқа образовательный центр, кез келген мекемеде осындай ботты қойып қойсаңыз болады. Және сол мекемеге осындай ботты жасап беріп, ақша тапсаңыз болады. Көріп отқаныңыздай настройка жасау өте оңай. Просто қазақ тіліне түсіндіресің, осылай деп болды, уже жасайтын болады. Енді сізде сұрақ туындауы мүмкін. Хорошо, біз істедік. Енді қалай WhatsApp-қа, Instagram-ға, TikTok-қа осы менеджерді қоя аламыз, чтобы клиенттер келіп жатқанда соцсеттерден жауап берсін. Немесе басқа жерден WhatsApp-қа жазғанда жауап берсін. Мысалы, тугисын тауып алды, WhatsApp-қа жазды, осылай жауап беріп отырсын. WhatsApp-қа қалай қосамыз десеңіз, онда ManyChat деген сайт бар. Негізі көп ондай CRM сайттар. Мен қолданатын ManyChat. Осы ManyChat деген сайт мен қолданып тұрмын. Кешіріңіздер. Мына жерде WhatsApp, Facebook, Telegram, TikTok бар. Көрдіңіз, бүкіл каналдарға ботты қосуға болады. WhatsApp настройкаға кірейік бірінші. Мына жерде міне WhatsApp деген бар, мессенджер, да, Facebook, SMS-қа даже жауап беретін бот жасауға болады. Имейлға жауап беретін тоже бот жасауға болады. Instagram, то есть мында барлығы бар, оңай настройка жасау. Ал егер сіз қолмен мына жерге қосатын болсаңыз, мысалы Instagram'ды, WhatsApp'ты, қиынырақта ол жол. Сондықтан мен кеңес беретін жолым ManyChat-қа тіркеліңіздер. ManyChat-тан осы WhatsApp соларды оңай қосып алыңыздар. Потом ManyChat-ты N-ға жалғайсыздар да, сол кезде сізде бағанағыдай бот күшті жасап тұрады. WhatsApp-пен де, Instagram-мен де, басқамен де. Сол достар, көріп отқаныңыздай біз бағанағыдай сантехникаға қалай бот жасауға болатынын көрсеттім. Нақты көрдіңіздер демосын. Көріп отқаныңыздай ешқандай қиындығы жоқ. Осылай сіз ақша таба аласыз. Осындай бізде мен шәкірттерім бар, осыны үйреніп алады да, тугистан бизнестарды іздейді, таныстарынан іздейді, сөйтіп клиент табады. Немесе ең дұрысы таргет жіберу, реклама жібересіз. Инстаграмнан, Фейсбуктан, мен осындай Гуглға жібересіз реклама. Осындай менеджеріңізді ауыстыратын бот жасаймыз деп. Бұл деген продажаны өсіреді. Маған көп адам жазады, мен дүкенде осындай адамдар көп жазады, қалай автомат түрде жауап беруге деп. Себебі неге керек бұл? Потому что сұрақтар одно и то же, да? Мынандай труба, андай нәрсе бар ма, мынандай нәрсе бар ма? Сен адам просто физически үлгермейді бәріне жауап беруге. Күніне статистика бойынша 15-20 адаммен ғана бір адам сөйлесе алады. Ал мынандай бот күніне мыңдаған адаммен сөйлеседі. Бұл не деген сөз? Бұл потенциально бизнесқа көп ақша табуға мүмкіндік деген сөз. Себебі ойлаңызшы, сіз просто реклама жібересіз, компанияға айтасың, реклама жібер деп. Қанша адам келсе де бот бәрін обработает деп айтасың да, болды. Значит, продажа өседі. Немесе Каспи магазині бар адамдар. Оларға бұл деген алтын. Себебі Каспиде, өзіңіз білесіз, олар өзінің тауарын продвигать ету үшін, олар патент қояды да, мысалы. Сол тауарды продвигать ету үшін соцсет жүргізу керек. Instagram, TikTok көрсету керек тауарларды. Сол кезде олар жазады, не товар, мынандай бар ма, наличие бар ма деген сияқты. Оның барлығын адам менеджер жасап отыра алмайды. Тем более Каспи дүкені бар, басқасы бар. Сол кезде осындай боттар идеяны жарасып кетеді да. Осыны жасап үйреніңіздер, ақша табыңыздар да. Мен сол нәрсеге шақырамын. Осылай өзіңіз N-ға кіріп үйренсеңіз болады. ManyChat тіркеліп, екеуін жалғап боттар жасасаңыз болады. Бірақ сіз кейбір нәрселерден қиналсаңыз, технический проблемалар болса, настройканы істей алмай жатсаңыз, біздің жабық қауымдастыққа кірсеңіз болады. Жабық қауымдастықта бізде техподдержка бар, куратор бар. Арнайы сіздің осындай проблемаларыңызға көмектесіп отырады. Сізге клиентке бот жасап ақша табуға, былайша айтқанда, көмектеседі. Себебі көп жағдайда
былай технически дұрыс білмейтін адамдар компьютерді қиналып қалады да, бір нәрсе істемей қалады, болды, тұрып қалады, бітті, ойлайды, ары қарай ештеңе істей алмаймын, бітті, қалып қояды да. Идеясы бар, о күшті, мен ақша табайын, осы күшті мүмкіндік, жасанды интеллект үйреніп алайын дейді да, жарты жылда тұрып қалады да. Вот сондай адамдарға біз арнайы осындай қауымдастық жасадық. Сол қауымдастықта сіз техподдержка ала аласыз, және осы нәрсені тезірек үйренесіз. Еще одан бөлек менің кәдімгідей жақсы сабақтарым бар да, с нуля осыны пошагово үйрететін, мынаған басасың, анаған басасың, бүйтесің, мейнчатты мына NITанға жалғау үшін мынаны бүйту керек, именно осыны жазу керек деп, кәдімгідей ежіктеп айтып отыратын, бүге шігесіне дейін көрсететін видеолар бар, сабақтар бар. Қандай сабақ десеңіз, давай мен сізге сразу көрсетейін, чтобы сізде сразу визуально түсіну үшін. Бізде сабақтар телеграм группада, ол телеграм группаны қазір компьютерден сізге көрсетейін. Қосып алайын бірінші телеграмды. Так, пароль. Так, паролімді қазір жазып жіберейін. Next. Так, телеграмға кірдім. Телеграмды үлкейтейін сізге. Мына жерде қараңыздар, бізде мінекей, бізде екі телеграм группа бар. Біріншісі ол тегін группа, AI Community деп аталады. Екіншісі AI Community Plus. AI Community'де мен кейбір осындай сияқты видеоларды, әртүрлі советтерді салып отырамын. AI Community Plus ол платная группа, ол жерде бізде мінекей чат бар. Чатта көріп отқаныңыздай көп адам мында бізде мынаны істей алмай тұр, мынаны істемей тұр деп жібереді, осылай видео жібереді. Оны куратор постоянно қарап жауап беріп отырады. Көріп отқаныңыздай барлығы NIT-мен мінекей адамдар жұмыс істеп жатыр, реально үйреніп жатыр. Өйткені бұл жерде спрос бар. Енді мында сабақтарды көрсетейін. Сабақтар деген раздел тоже бар. Сабақтарда 0-ден бастап үйрететін менде сабақтар бар. Мінекей ең бірінші сабақ, қалай 20 минутте ботты жасауға болады. Содан кейін мында жеке бренд құруға кеңестер. Өйткені сіз ботыңызды, сіздің агентство ашасыз ғой, осындай бот жасайтын, оны продвигать ету керек та, оны сондай кеңестер бердім. Ең оңай жолын көрсеттім. Сосын да WhatsApp, Telegram қалай қосамыз, Instagram'ды қалай қосамыз ботқа, осын барлығын көрсеттім. Даже TikTok'ты қалай қосуға. Себебі қазір TikTok хайп білесіздер. TikTok'тан тауар сататындар өте жақсы жұмыс жасайды. Оларға кәдімгі керек нәрсе болды деген. Осылай мында көптеген енді нюанстар бар, әртүрлі векторная база деген бар да, кітап бойынша, PDF бойынша сұрақтарға жауап беріп отыратын. В общем, сабақтар көп. Сосын мында басқа да, в общем, канал нелер бар, группаның ішінде обсуждение жасайтын чаттар, нелер бар. Осы жерден сіз тезірек үйрене аласыз және проблемаларыңызға бірден жауап тауып отырасыз да. Сондықтан осылай, достар, қайталап өтейін. Бот жасау үшін сантехника болсын, кез келген дүкен болсын, осындай workflow создавать етесіз NIT платформасында. Сол кезде ол жауап беріп отырады. Сосын Instagram, WhatsApp соларға қосу үшін ботыңызды сіз менен чаттан тіркелуіңіз керек. Сол жерде мына WhatsApp нөмірлерін бәрін қосасыз и NIT-мен жалғайсыз да, сол кезде бот жасайтын болады. Егер қиналсаңыз, проблем болса, менің қауымдастығыма кіріңіз, сол жерден сіз техподдержка аласыз. Енді қауымдастыққа кіру жөнінде қалай, қайдан информация аламыз десеңіз, azatержан.com деген сайт бар менің, соған кіресіз. Төменде тоже ссылка қалдырып кетемін. Мына жерде қауымдастық туралы деген бар, толық бөлуге басасыз. Бұл жерде барлық ақпарат жазылған. Мында еще видео бар, полностью түсіндіретін осыны. Соны қарап таныса беріңіздер. Болды, достар, бүгінге осы сабаққа қарағандарыңызға рахмет.